Ежелгі заманда адамдар өмір сүруге қолайлы жерлерді іздеді. Сондықтан алғашқы ірі өркениеттер көбіне өзен алқаптарында қалыптасты. Өзендер тасып, жағалаудағы жерлерге құнарлы лай қалдырды. Адамдар бидай, арпа, күріш сияқты дақылдарды өсіріп, егіншілікті дамытты. Өзен суы адамдарға ғана емес, малға да қажет болды. Адамдар өзеннен балық аулады, мал суарды. Өзендер ежелгі адамдар үшін қатынас және сауда жолы болды. Адамдар өзен арқылы жүктер тасып, басқа елді мекендермен байланыс орнатты. Өзен бойындағы егіншілік пен сауда адамдардың бірлесіп еңбек етуін қажет етті. Суару жүйелері салынып, тұрақты қоныстар көбейді. Осылайша алғашқы қалалар мен мемлекеттер қалыптаса бастады.